Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында кеспе кесу немесе лапша деп айтамыз ғой, лапшаның жасалу жолдарын көрсеткім келеді. Сіз егер менің каналыма әлі де жазылмаған болсаңыз, жазылып, лайк басып және жаңа шыққан видеоны жібермес үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бір жұмыртқаға иленген қамырды алып, домалақтап аламыз да, шәймендеп жая бастаймыз. Немесе тезірек жайсаңыздар да болады. Оны себе отырып, жұп-жұқақ жаямыз. Қамыр жаюдың қыр-сыры, қамыр жаюдың өзімнің жаю әдісімен бөлінген менің каналымда 2 видео бар. Соларды описаниеде қалдырамын. Егер сіздерге түсініксіз болып жатса немесе қызық болып жатырса, көрсеңіздер болады. Қамырды жайып болғаннан кейін 10-15 минутқа осылай жайып, қамыр кішкене кебіңкірегенше қалдырамын. Кепкен қамырдың үстіне ұн себудің ешқандай да қажеті жоқ, және ол жабыспай жақсы кесіледі. Видеода көрсетілгенде оқтауға орап алып, осылай склад қылып жинаймын да, сосын оны ортасынан бөліп аламын, қамырым ұзын болып кеткен кезде. Және оны 5 сантиметрдей қылып осылай кесіп аламын. Кесіп алған қамырларды екеуін бір-бірінің үстіне қойып, тағы да ортасынан кесіп аламын. Әрине, бұның бәрі өзіңіздің қалауыңызға, жұмыс істегенге ыңғайлы болу үшін жасалады. Осылай 2 қамырды бір-бірінің үстіне қойып, кесе отырып, барлық қамырды жинап аламын. Енді шет-шетінен алып, кесе беремін. Тек қана жұмыртқаға құрамында су қосылмай иленген қамыр, бұл басқа қамырларға ұқсамайды. Бұл арнайы осы кеспеге арналған қамыр, және осы қамырын кескен кезде шашақ болып, бір-бірінің арасына жабыспай, қалаған жіңішкелігіңізде кесуге өте ыңғайлы қамыр болады. Және қамырды екеуінің бір-бірінің үстіне қойып кессеңіздер, осылай видеодағындай уақытыңызды көп алмайды және тез кесіп бітіресіздер. Кеспе кесу қолданылатын жұмыс болғандықтан, мен уақытым болған кезде қамыр елеп, тез осылай дайындап, кептіріп қоямын. Достар, әлі де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, менің каналымның дамуына үлкен үлес қосып кетсеңіздер деймін. Кесіп болғаннан кейін лапшаларды столдың үстіне арасын ашып жайып қалдырамын да, 5-6 сағаттан кейін қатып екі жағы да кепкеннен кейін осылай контейнерге салып жинап қоямын. Керек кезінде алып тамақ жасай беремін. Бұл видео сіздерге ұнады деген үміттемін. Осы видео жайлы комментарияға өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Сау болыңыздар.